Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, әдемі көтерілетін кекстің рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Алдымен ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, көпіргенше миксерлейміз. Алдын ала сары майымызды ерітіп аламыз. Ерітілген сары май мен сүзбемізді, яғни творогымызды салып миксерлейміз. Осы кексті молдау етіп дайындап қойсаңыз, 3-4 күн дәмі де түрі де өзгермей тұра береді. Бізде бұл кексті отбасы мүшелері сүйіп жейді. Араластырып болғаннан кейін ұнымызға ванилин мен қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін сұйық тестамызға саламыз. Ұнды бөліп отырып салған жақсырақ, ұн көп болып кетсе, тестамыз қатты қою болып кетуі мүмкін. Міне тестамыздың қоюлығы осындай болады. Арнайы кексқа арналған ыдыстарымызға бөліп құйып шығамыз. Ыдысты қатты толтырмаймыз. Осылай ортадан шамалы жоғары болуы керек. Көтерілгенде сыртына ағып кетеді. Алдын ала печкамызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған 180 градустағы печкаға салып 10-15 минутта пісіріп аламыз. Әр печка әр түрлі болады, сондықтан ең бастысы печкаңыздың тілін білсеңіз болды. Осылай күйдіріп алмай, қызарып сарғайғаннан кейін печкадан алсаңыз болды. Балаларға молдау етіп дайындап қойсаңыз, 3-4 күн формасын бұзбай тұра береді. Дәл осы рецептпен сіз де дайындап көріңіз. Ас дәмді болсын.